Сәлем достар, сендермен бірге мен Жанатын Түзлеу. Бүгін біз үздік тұзақтарды көрсететін боламыз. Ал ендеше бірінші тұзағымызды құрып бастайық. Бірінші осылай 2x6 қылдырамыз. Сосын өз қалауларыңызша тезестер. Бірақ мына жерде тесілмейді, сондықтан былай қоя саламыз. Содан кейін оны былайынан қоямыз. Былай. Үйлерге қоюға болады. Сөйтіп, типа сондай қылып. Сосын былай. Былайынан қоямыз. Міне, бірінші тұзағымыз почти дайын деуге болады. Енді уақыт алмайды. Неғып қояйын. Міне чипананы үйде ойласақ, міне былайынан бүйтіп досына тролль жасағанды қызық келесіге жатады да қойып кетеді. Ал екінші тұзаққа кеттік. Міне оған көп жат қажет болмайды. Былайынан қоямыз. Былай қойдық. Ортасынан қоямыз. Сосын былайынан қоямыз. Міне болады. Сосын досын келе жатады. Мынаның ішіне бірдеме қойса. Хоп, бітті. Міне осылай шыға алмай қалады. Міне осындай тұзақ. Ал ендеше үшіншіге кеттік. Міне осындай заттар керек. Өз қалауларыңызша істейсіздер. Міне былай қоясыздар. Содан кейін мыналарды бүйтесіздер. Енді қараңыздар достар. Выживанияға қоямыз. Сол кезде мынау не істейді? Қоятын болады. Осылай достарыңызға келгенше істеуге болады. Бірақ бұның бір жаманы, біліп тұрғандарыңыздай отырса, ол өлмей қалады. Осын міне осындай. Ал онда келесісіне кеттік. Келесісіне осындай заттар керек болады. Төртіншісіне. Міне былай істейміз. Былай. Бұл пирамидаға ұқсас. Бірақ та қазір адамдардың бүкілі оның қандай екенін біледі. Сондықтан міне былай. Осындай заттар и сундук ловушка керек. Міне сосын досыңызға тролль етуге болады осылай. А мынау не деп қарайды? Ештеңе жоқ екен ғой. Сол кезде атылып кетті. Осымен видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.